Алтын қанат оң тәрбие ата-аналар сабақханасының бір апта бір әдет жобасының 9-шы аптасы басталды. Кейде тұрмыста бүлдіршіндер өзінің бір талабын орындату үшін жыласа, өспірімдер қырсықтанады. Ал жас өспірімдер болса неше түрлі әдіс амалдарды ойлап табады. Ал сіз болсаңыз, оған қосылғыңыз келмейді. Дәл осы кезде оларға болмайды, жоқ деп айтқыңыз келіп тұрса да, төте айтуға асықпаңыз. Ал сізде қалай? Лүпіл басып арнаға тіркеліңіз. Оң тәрбиеде баланы түзетпес бұрын алдымен оған жүрегіңді жалға деген қағида бар. Өйткені балаға ең алдымен тәртіп емес, қауіпсіз байланыс керек. Бала өзінің жүрегімен байланысқан жерде, байланыс бар жерде ғана балаға тәрбие жеңіл жүреді. Сондықтан балаға тізеңізді бүгіп тұрып, оның көзіне қарап тұрып, мен сені жақсы көремін, бірақ қазір болмайды деп айтқаныңыз жөн. Бұның сөзсіз өнімі болады. Неге? Өйткені жақсы көремін деген сөз жүректі ашады. Ал болмайды шекараны қояды. Балаға осы екі сөз қатар айтылған кезде, бала ойлайды, мені жақсы көреді, бірақ ереже бар деп түсінеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікір қалдырыңыз және басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз.